Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай жусай қосылған мант жасаймын. Жасау жолын білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. 2 зола қамыр илейміз. Мен көз мөлшерімен илеймін. Қамырымыз қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, орташа қамыр иледім. Қамырымызды демалдырып қоямыз. Қоспасын дайындаймыз. 2 үлкен 2 бас пияз қосам. Турайым, одан кейін 500-600 граммдай фарш. Мен осындай жусайдың 3 бумасын қосам, 3 пучогын. Әркім өз қалауынша қосады. Одан кейін илеген қамырымызды 2-ге бөліп, тағы бір илеп қоямыз, тағы демалдырамыз. Мен қоспасын дайындадым. Татымына қарай тұз, бұрыш қостым. Фарштарыңыз майсыз болса, сұйық май болмаса құйық май қоссаңыз болады. Тынған қамырымыз, демалған қамырымызды барымызша жұқалап жаямыз. Достар, мен видео ұнаватса, лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңдар, каналыма жазылып кетіңіздер. Каналымның дамуына үлес қосып, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Жұқалап жайдым мен. Әркім өз қалағанша, қалаған формасында кеседі. Өз күніне ұнаған формада жасайды мантыны. Мантымды 45 минут мантоваркаға пісірдім. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Мен осындай мантым дайын болды.